Бірақ нәрсе айтатын. Осы сайлауға бейжай қарасақ, ағайындар, онда тағы осылай бұдан да жаман 30 жыл өмір сүруге дайындала беріңіздер. Өйткені басқа ешқандай перспектива көріп тұрған жоқпын мен бұл биліктен. 28 жылдың ішінде осы қазіргі билік бір ауыз толтырып айтатындай бір жетістік әкелген жоқ Қазақстанға. Сондықтан қазір не қылды біз? Бәріміз мал секілдіміз. Ең болмаса бір қаланың атын өзгертсе де санаспайды, жерді сатса да санаспайды, халықпен сайлау өткізсе де санаспайды. Онда бәріміздің құлағымыз сырғалап, түгендеп қойсын да далаға жайып жіберсін, андасында бір қайырып отырсын, малдан қай жерімізге өйтіп істей беретін болса. Егер біздің балаларымыз білімі жетіп тұрып, түсіп тұрған оқуын ақшасыз оқи алмайтын болса, егер біздің кәртейген кемпір шалдарымыз бойынан әл қуаты кеткенде барып емделе алмайтын болса, бір тиын ақша бермейді.